Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында өте тамаша жұмсақ керемет болып шығатын, қазанда дайын болатын тандыр нанның рецептімен бөлісетін боламын. Кез келген қыз-келіншектердің бірінші жасағанда осындай керемет жұмсақ үлпілдек болып шығатынына сенімдімін. Ендеше осы рецептпен міндетті түрде дайындап көріңіздер және де видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Ендеше біздің тандыр нанымызды қамырын илеуді бастайтын боламыз. Ең алдымен біз осылай жылы суымызға ашытқымызды салып, үстінен осылай бір ас қасық қант салып, барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып 5 минутқа қалдырамыз. 5 минуттан соң осындай болып ашып, осындай реакция болады. Содан соң біздің алдын ала електен өткізілген ұнымыздың үстіне құйып, біздің қамырды илеп бастайтын боламыз. Ал ендігі кезекте біз тұзымызды салатын боламыз. Содан соң сұйық май құямыз. Енді біз қамырымызды илеп бастайтын боламыз. Алдымен күрекшенің көмегімен осылай араластырып алдым. Содан соң қолымыздың көмегімен қамырымызды жақсылап илейтін боламыз. Егер де сіз үлкен отбасыға жасайтын болсаңыздар, онда осы құрамды 2 немесе 3 есе етіп жасасаңыздар болады. Қазір менің илеп жатқан қамырымнан 2 дана күлше нан шықты. Сондықтан да сіз өз отбасыңызға есептеп жасасаңыз болады. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Осындай қатты жұмсақ болмайды, орташа түрде болады. Енді оны ашытуға бетін жауып 1 сағатқа жылы жерге қалдыратын боламыз. Мінекей біздің қамырымыз ашып дайын болды. Біздің қамырымыз өте жақсы ашығандықтан кішкене қолға жабысқақтау болып тұр. Ол ештеңе етпейді. Оны ештеңе салмаймын. Осылай көз мөлшерімен 2 бөлікке бөлетін боламыз. Осыдан бөлек менің алдыңғы видеомда тағы да кереметтей күлше нанның рецептісі бар. Міндетті түрде қарап көріңіздер. Ал енді біздің дайын болған қамырымыздың бетін жауып тағы да 5 минутқа қалдырамыз. Оған дейін осындай біздің қазанның қақпағын орта отта өте қатты етіп қыздырып аламыз. Ал оның астындағы қазанды осылай ішіне уыспен, менде 3 уыс етіп тұз салдым. Бұл біздің қазанның қарайып кетпеуіне көмектеседі. Енді мінекей біздің қазанның ішіне тұзымыз салып болдық. Оны да газдың үстіне қыздыруға алып қоямыз. Енді кезекте достар, жұмыртқаның сары уысына осылайша 1 ас қасық сүт қоссаңыздар, біздің жаңағы нанның, самсаның бетіне қолданар кезде өте қатты қызартпайды, сарғыш рең болып, жылтырап әдемі болып тұрады. Сондықтан да міндетті түрде сүт қосып жүріңіздер. Мінекей біздің қамырымызбен осылай жұмыс жасайтын боламыз. Қолымызбен осылайша ортасынан басып, нанымыздың формасын шығаратын боламыз. Ешқандай оқтау қолданбаймыз, тек қана қолымыздың көмегімен жасап алатын боламыз. Егер де сізде нанның ортасын тесетін арнайы өзінің құралы болады, сол құрал болса тіптен әдемі болып шығады нандарыңыз. Ал менде ол құрал жоқ болғандықтан осылай шанышқының көмегімен тесіп шықтым. Мінекей біздің қамырымыздың осылай арқасына аударып, жаңағы біздің жұмыртқаның ақ уызын жақсылап барлық жеріне бір тегіс етіп жағып шығатын боламыз. Бұл біздің қазір қызып тұрған қазанның қақпағына өте жақсы қатты болып жабысуы үшін осылайша жағып шығатын боламыз. Мінекей біз жұмыртқаның ақ уыздарын жағып болдық. Ендігі кезекте біздің қазанның қақпағын алатын боламыз. Қолдарымызды абайлаймыз, өйткені өте қатты ыстық болып тұрады. Мінекей біздің қақпағымызды осылайша қойып аламыз. Содан соң жаңағы біздің нанымыздың жұмыртқа жағылған жағын осы қазанның қақпағына жабыстыратын боламыз. Мінекей жайлап аламыз. Қолымызды абайлаймыз. Қарасаңыздар, мінекей осылайша жабыстырамыз. Осылай үстінен тағы да басып шығамыз. Бұл біздің нанымыздың өте қатты етіп жабысып тұру үшін. Енді біз бұл нанымыздың ортасына жаңағы жұмыртқалы массамызды
бір тегіс етіп әдемілеп жағып шығатын боламыз. Тағы да достар, айта кететін жайт, келесі екінші нанымызды пісіретін кезде қазанымыздың қақпағын тағы да жақсылап жуып, егер де арқасы жабысатын болса жуып, оны тағы да орта отта қыздырып, содан соң екінші наныңызды жабыстырып жасауыңызға болады. Себебі арқасы дұрыс жабыспаса наныңыз шикілеу болып қалуы мүмкін. Сондықтан да осы жағдайды ескеріп кетсеңіздер екен деймін. Мінекей біздің жұмыртқаның барлығын жағып болдық. Келесі кезекте біз әсемдеу үшін осындай қара тмин қолдандым. Бұл нағыз өзбек нанының керемет дәмін және де түрін беретін болады. Содан соң осылай күнжутты жақсылап барлық жеріне сеуіп шықтым. Ал енді бисмиллах деп біздің қызып тұрған қазанымызға кигіземіз. Мінекей жабысып тұр, түсіп қалмай. Енді 15 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің нанымыз пісіп шықты, өте жұмсақ, керемет болып шықты. Сіздерге бөліп көрсетемін қазір. Мінекей арқасы да осындай тандырда піскен нан сияқты болып шығады. Достар, міндетті түрде осы рецептпен дайындап көруге кеңес беремін. Өте керемет болып шығады және де сіздің отбасыңызға өте қатты ұнайтын болады. Достар, видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Мен сіздермен келесі видеода көріскенше аман болыңыздар деймін.